Мен мұрт ақ болып келді бұған. Аппақ тұғын ағарып кеткен тұғын. Сон қарайып жатыр да өзі. Мұртында аппақ тұғын. Былай қарасаң қалдың сияқты. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Саулықтың сыры хабары. Біз Шымкент қаласындамыз. Бүгін қонаққа келдік. Әбубәкір атамыз бен Асия апамыздың үйіне. Амансыздар ма? Амансыз. Күтіп пе едіңіздер негізі мені келеді деп? Күтпедік, ойламаған жерден кеп қалдың, балам. Сіздермен жолыққым келіп жүретін осы... Не үшін? Не айтқыңыз келді? Осы мына сіздердің мына бағдарламаларыңызды мен көріп тұрам. Тахир балам мен бізге өзіміздің баламыз ғой, таныс. Осы Тахирға бола қарап отыратынмын. Содан сіздердің мына саумал туралы айтып жатқан мына өнімдеріңізге қызығып, сөйтіп мен осы жаңағы осы Қазақстанның халықтарының нелерінің мнениесін көріп, соны алғым келіп алдым. Алып, мен пайдаланғаныма бір 3 айдай болып қалды. Мен пайдасын көріп жатырмын. Қандай пайдасын? Пайдасын көргенде менің әлсіздік болатын менде. Постоянно теріліп жүретінмін, шаршап жүретінмін, шаршаңқы тұғым. Енді кәріліктен көреміз ғой біз енді көбінесе. Ұйқы қашады, ұйықтай алмаймыз, көпке шейін ұйықтай алмай жатамыз. Бірақ үлкен буындарым ауыратын еді. Енді онда кәрілікке балап жүретін біз кәрілік қой деп. Бірақ кейін осы саумалдың осы кереметін сіздерден көріп біліп, алып, пішкелі бері мен бұның пайдасын көріп жатырмын. Жақсы. Қазір жаңағы осы саумалды ішкелі бері маған күш қуат пайда болғанын байқадым. Енді былайша медицина тілімен айтқанда иммунитет деп атады ғой. Действительно бұл иммунитетті көтеретін жаңағы өнім. Енді бұл атамыз қазақта айтылып келатқан нәрсе ғой, мынау саумал көп нәрсеге ем деп. Біз енді ол біз қалада тұрамыз. Енді бізге қол жетімсіз енді ол жаңағы ауылға барып, оны алып, әрі кетсе бір апта жатарсың кісінің үйінде, ол постоянно қабылдай алмайсың. Сол үшін осы өнімді алуыма тура келді. Алып ішіп жатырмын. Енді өзіңіз ғана ішіп жатсыз ба, әлде атаңыз да ішіп жатыр ма? Қасымдағы мынау жаңа отағасы екеуміз бірге ішеміз. Бұл кісінің де жаңағы енді қазір өз мнениесін өзі айтып өтер. Бұл кісіге де қарап қоям, бұл да жаңағы сондай соны ішкелі бері күш қуат пайда бола бастады. Енді қазір өзі айтар, жасарып жатырмын деп қояды енді. Яғни өзгеріс бар. Өзгеріс бар, иә. Ата, жасыңыз нешеде? 84-ке келдім. Бәрекелді, 100 жасаңыз. Мынау жұбайымның айтуыменен теледидарда сіздердің өнімдеріңіздің насихаттап отырғандарын айтып, соны алып іштік. Соны алып ішкелі бері менде біраз ауырып жүретін ем, науқастанып. Сол ішкелі бері біраз күш қуаттың пайда болғанын байқадым. Оның үстіне мынау сақал мұртым, бір шашым аппақ еді. Сол ішкелі бері қарап отырмын. Алдым мына мұртым қарайды, енді мына сақалымның ортасы қарайып, мына қарасам басында шашында қарайып жатыр. Енді қараңыз, шашыңыз қарайса, сақалыңыз қарайса, оны ары қарай сонда не істейсіз? Қандай да бір жоспар дайындап жатсыз ба? Мынау саумалдың пайдасы бар екенін сонан байқадымдағы, енді мұнан былай күнделікті алып ішуге үміттеніп отырмын. Бұл расында сіздің қазіргі таңда нәтижесі? Мынау мұртымның қарайғанына өзім таңғалып отырмын. Оның үстіне біраз мынау буындарым ауыратын еді. Буындарымда қазір отырамайтын едім, отырсам тұра алмайтын едім. Қазір сол саумал ішкелі өзімді жастай сезінемін. Мына буын далаға шығып серуендейтін болдым. Құрметті көрермендер, егерде Нео саумалға тапсырыс берем десеңіздер, онда төменде көрсетілген нөмірлерге хабарласыңыздар. Қазақстанның кез келген жеріне тегін жеткіземіз. Сондай-ақ көп балалы отбасыларға, ерекше балалары бар отбасыларға, зейнеткерлерге жеңілдіктеріміз бар. Сол үшін хабарласыңыздар, біздің саулықтың сыры орталығының мамандары сіздерге толықтай мағлұмат ақпаратты береді. Енді мен осы 4 жыл бұрын осы операция жасатты тіземге буынымнан. Сөйтіп, екі тіземнің арасына протез қойды, темір.
Содан кейін мен дәрігерден сұрағаным бар, сол жаңа ортопедтен. Енді менің тізем ауыра ма, ауырмай ма деп. Өйткені мен әбден осы тізеден қиыншылық көрдім, қорлық көрдім. Жүре алмай қалған кездерім болды. Сонда айтып еді, басқа буындарыңыз ауырса да, енді кәрілік деп. Бірақ жаңағы мына тізеңіз ауырмайды, бұл темір деп айтқан еді. Енді содан бері 4 жыл өтті. Шынында да енді кәрілік дейміз, бірақ буындарым ауыратын. Буындарым ауырады, жаңа күн бұлт кезде сезінеміз өзімізден. Аяғыңыз тізеңізде ауырмай ма? Ауа райы өзгерген кезде? Өзгергенде де ауырмайды. Бұл тізе вообще енді ауырмайды. Тізені сезінбеймін да. Аяқтарым қисайып кеткен тұғым, жүре алмай қалған тұғым бүйтіп. Сол мына нені темірді қойған екен, аяқта түзеледі екен. Мына аяғың ауырмаған екен, аяқта түзеледі екен. Мына қисық аяғым түзелді. Кәдімгідей анау менімен қатар кемпірлер, өзім қатар кемпірлер таң қалады жаңағы менің аяғым түзулігіне. Содан кейін түзелді да. Не болды деп? Қалай содан кейін түзелді ме деп. Мына екі нем былай қисайып кеткен ғой былай. Кәдімгі анау қамыт аяқ болып. Сол түзелді аяғым. Қазір тура осылай жүремін қазір. Енді балетке барамын десеңізші? Иә, енді бірақ осы күндерде жаңа басқа буындарым ауырады. Мысалы білегім ауырады, мынау тобықтарым ауырады, мына белдерім ауырады жаңа не кезінде да, погода бұзылған кездерде, ауа райы бұзылған кездерде. Бірақ енді мына осы өнімді ішкелі бері ол буындарымды да сезінбейтін болдым. Қазір жақсымын. Шынымен өзімді жас сезінемін, күш қуат пайда болды маған. Ойбай, сізді екеуіңіз кәдімгідей жасарып не істейін деп жатсыздар? Тағы да бір-бірлеріңізді тағы да бір рет үйленейін деп отқан жоқсыздар ма? Тойға шақыруды ұмытпаңыздар енді бастысы. Мақұл, рахмет. Кәдімгідей мен мына Қазақстанға осы жаңағы өзімнің мнениемді айтқым келіп жүрген едім, мен айттым. Ағарғанда ас қылып, ағарғанда ем қылған қазақпыз. Неге мен осы өнімді алып шығып көрмеске деп алып ем? Шынында да бұның емі бар. Бұл өзіміздің отандық өнім. Бұл таза табиғи өнім. Расында мына сіздердің ішіп осындай өздеріңізді жақсы сезініп жатқандарыңыз бұл қуантарлық жағдай. Қазір осы орайда енді бұрын сыртқа шықпайтын едім дедіңіз ата, иә? Қазір сыртқа шығамын, үйде отыра алмаймын деп жатсыз. Жүрсіңіз, жақсы ғой, шаршамайсыз ғой қазір? Жақсы, шаруаларын істейді, майда шүйда есіктің алдында шаруаларды істеп жатады. Немерелеріңізді көтересіз ба? Көтереді. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамызда алдыңғы бір хабарымызда 80 жастағы атамыз отырып тұрған, яғни приседание жасаған, физкультура. Сол рекордты біз жаңартайын деп тұрмыз. Атамыз 84 жаста. Қазір атамыз, жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, бұрын буындарым ауыратын, сырқырататын, сыртқа шыға алмайтын, қазір кәдімгі жүгіріп жүрмін, шауып жүрмін деп отырсыз ғой. Енді көрейік онда. Приседание жасап беріңізші бізге. Ақыл. Ал, бісміллә. Осы жаққа қарап жасай беріңіз. Қол созайын ба? Қалай өзіңізге ыңғайлы? 1, 2, 3, 4, 5. Болды ата, болды. Болды. 20-ға дейін барайын ба? Жоқ, ата, жетеді, болды. Мен көзім жетіп тұр. Қазір сізге тоқта деп есеп бар ғой, сіз 100-ге дейін кететін түріңіз бар. Уақытымызды алып десеңізші. Иә. Рекорд жаңартылды. Бұл саумалдың әуелі жаратушымыз, бұл саумалдың арқасы. Онан кейін таңғы сағат 5-те тұрып, мынау жұбайымменен қасымызда дендері саябақ бар. Таңғы намаздан кейін тұрып, сөйқа барып айналып кетеміз. 2 сағат, 3 сағат айналып. Өзерде 3 сағат жүреміз. Керемет, бұл расында негізі мен құрғыл келген жоқпын, сіздерге сыйлық алып келдім. Биби Партнерс компаниясы ұсынған орамалды ұсынамыз. Деніңіз сау болсын, жаурамаңыз, жылы жүріңіз. Мынау сізге, міне о саумал. Мынау да сіздерге. Көрдіңіздер ғой? Көрдік, рахмет. Бақ берсін, бас берсін, өмірлеріңге жас берсін. Мынау халыққа көрсетіп жатқан бағдарламаңыз алға қарап ілгерлей берсін, дендеріңіз сау болсын. Әр кез осы халыққа қызмет жасай беріңіздер. Аумин. Бай болыңыздар. Әмин, айтқаныңыз келсін. Нео саумалға тапсырыс берем десеңіздер, онда төменде көрсетілген нөмірлерге хабарласыңыздар, жеткізіп беру тегін. Саулықтың сыры Нео саумалда. Келесі хабарымызда мүмкін сіздің үйіңізге қонаққа барармыз. Сау болыңыздар.